тәртіпсіз өмір жоқ. Сондықтан отбасындағы құндылық дегеніміз сол отбасындағы тәртіп пен тәрбие. Бала тәрбиесіне де немқұрайлы қарайды. Бәрін бір әйелдің мойнына іліп тастайды да, осы кісілер жасау керек деген сияқты. Сол отбасында түсіністік болатын болса, бірінші адам өзін тану керек. 15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай бүгін біз отбасы құндылықтары, ұрпақ тәрбиесі және қоғамдағы бірлік мәселесі жайында әңгіме өрбітпекпіз. Бүгін бізге қонаққа Маңғыстау облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының Ақсақалдар кеңесінің төрағасы Оңайбек Нұрасылұлы келіп отыр. Өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісу мақсатында. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алғашқы сұрағымызды отбасы құндылықтарынан бастасақ, отбасындағы ең маңызды құндылық қандай деп ойлайсыз? Отбасы кіші мемлекет деп те ел арасында айтады. Шын мәнінде солай. Отбасындағы бірінші кезекте түсіністік болу керек. Себебі әке мен шешені бала түсінбесе, от шаңырақ келіп жатқан келін осы отбасындағы ананың, әкенің, ең болмаса ата мен ененің рөлін атқаранын түсінбейтін болса, онда осы шаңырақтың астында бір береке, бірлік болады дегенге өте сену қиын. Себебі жаңа айтып кеткендей, халқымыз бекер айтпайды, отбасы кіші мемлекет деп. Мемлекетте басқарушы бар, президенті бар ма? Бар. Мемлекеті бар ма? Бар. Парламенті бар ма? Бар. Сол сияқты әр отбасында да сондай бір тәртіп болу керек. Бауыржан Момышұлы атамыз бекер айтпайды, тәртіпсіз болмайды, тәртіпке басқа құл болмайды деп. Тәртіпсіз өмір жоқ. Сондықтан отбасындағы құндылық дегеніміз сол отбасындағы тәртіп пен тәрбие. Егер де әке осы отбасындағы өзінің міндеттерін түсінбесе, міндеттерін дұрыс атқармаса, немесе отшаңырақты отанасы, әйел заты өзінің отбасындағы өзінің міндеттері қандай, оны орындамайтын болса, бұнда отбасында қандай береке бірлік болады, бұл отбасынан қандай перзент ары қарай қоғамға шығады. Сондықтан отбасы құндылық деген нәрсе бірінші кезекте әркім өзінің міндеттерін түсіну керек. Соны адал атқару керек. Егер оны білмейтін болса, онда ары қарай бұл жерден ешбір жақсылықты күтуге болмайды. Құндылық бұл жерде бір ауызбіршілік, төзімділік, бір-біріне деген құрмет сол жерде болу керек. Енді қазіргі қоғамда түрлі жағдайлар орын алып жатыр. Отбасы мәселесіндегі әке мен ананың рөлі ауысып кетті дегенде пікірлер бар. Сіз оған қандай пікір қосасыз? Жасырған ештеңе жоқ, осы қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой. Оны жаңыз сіз емес айтып отқан, ел арасында шындары солай. Бұрындар бір мәселені шешу үшін ер азаматтар жүретін болса, қазіргі бірінші кезекте әйел заты барып, ол той өткізетін бола ма? Тойханаға да баратын бірінші кезде әйел адамдар, қанша орын, қанша кім шақырады деген сияқты. Бұл жерде енді мен ер азаматтардың қауымына топырақ шашқауына аулақпын. Бірақ көбінесе осы биліктің бәрін әйел затына беріп қойғанымыз анық шынында да. Сондықтан осы қазіргі қоғамда болып жатқан көп кемшіліктердің бәрі осы отбасындағы ер адам менен әйел адам арасындағы мына өзіне деген міндеттерінің ауыстырып алуында. Көп жерде азаматтарымыз шын мәнінде де бала тәрбиесіне де немқұрайлы қарайды. Бәрін бір әйелдің мойнына іліп тастайды да, осы кісілер жасау керек деген сияқты. Қарайтын болсақ, біз енді мектептерге барамыз, жиі кездесеміз. Мектеп ұжымыменен, оқушыларменен. Сонда бәрі айтып отырады, ата-аналар жиналысына тек қана әйелдер келеді. Бірде-бір ер азамат келмейді деп. Оның ар жағында түсіне берсеңіз болады. Сондықтан егер де әкесі ұрпағының болашағын ойламайтын болса, оның қандай білім алып жатыр, қандай тәрбие алып жатыр, қандай кемшіліктері бар, әке оған мән бермейтін болса, ары қарай ол тек қана әйел затының тәрбиесін алған ер жігіт болсын, қыз бала болсын, ол қоғамда ары қарай толық сіңісіп кете алмайды. Қоғамдағы болып жатқан жағдайлардан бейхабар болып қалатыны анық. Сондықтан қазіргі айтарым, ойларым, ер адам өз міндетін атқару керек отбасындағы, отбасының иесі ретінде, отағасы ретінде, әйел заты
отанасы ретінде әрқайсы өзінің міндеттерін атқару керек. Бірінің жұмысын бөліп алып, не болмаса басымдық жасау ол дұрыс емес. Себебі қазақ айтады, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп. Отбасындағы жаңағы анасының үстем болып бүкіл нәрсені шешіп отыратын болса, ертең ана жігіт, сол үйден шыққан жігіт қандай ер адам болып қалыптасады. Не болмаса, осы үйден шыққан қыз басқа бір отбасына барғанда, ол жерде анасы емес, әкесі билік қылатын отбасына барғанда, ол қыздың жағдайы қалай болады. Сондықтан біз еш уақытта біреудің атқаратын міндетін, Құдай алдындағы, бала шағасының алдындағы міндеттерін адал орындау керек. Сонда ғана отбасы дұрыс отбасы болады, және ол шаңырақтан тәрбие алған дұрыс қыз бен ұл біз қоғамға келеді деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп. Сіз өзіңіз ата-анаңыздан қандай өмірлік ұстаным, тәрбие алдыңыз, және өзіңіз отбасыңызда қандай әкесіз? Енді мен әке мен шешеме шексіз ризамын. Ондай ата-ана ешкімде жоқ. Себебі менің анам 13 құрсақ көтерген батыр ана кезінде, мен сол 7-ші перзентімін. Әкеміз жылқыда бақты, көлікті айдады, қарапайым жұмыста болды. Анамыз балабақшадағы еден жуушы болып сонымен дүниені өтті. Бізде еш уақытта жаңағы отбасындағы тәрбие солай болды. Отбасындағы біз осы перзенттердің ішінде екі апамыз жоғары жақта болды, жасы үлкендеу болды. Сосын төменгі жақта екі қарындасым бар. Сонда екі апамыз тұрмысқа шығып кеткеннен кейін сатырлаған кілең жігіттер қалдық үйде, отбасында. Біз тамақты да пісірдік, біз кірді де жудық, бәрін жасадық. Әкеміз бізді азамат болсын өссін деп асау атқа да мінгізді. Ауылдық жер тұрғаннан кейін шыңырау құдықтың астына да белімізге арқан байлап түсіріп, құдықта тазалатты. Ағайынның осы мал бағып отқан малшының ауылына да апарды. Барыңдар, ағайын совхоздың малын бағып отса да көмектесу керек деп жазда соған апаратын еді. Сөйтіп біздерді еңбекке баулыды. Еңбекке баулыды. Ешқандай жаңағы аяушылық деген жоқ. Сол еңбектің арқасында бізді пісірді. Көлікті да үйретті, мылтық атуға да үйретті әкеміз. Бүкіл нәрсені үйретті. Шопыр болып істегеннен кейін, сонау Гурьевке барып келетін болса, сол Гурьевте қаласында не көрсе, соны бізге алып келуші еді. Біз бала кезімізде ол көрген фотосурет түсіретін болдық. Біз ол кездің өзінде түсті цветной шығаратын едік суреттерді. Соны әкеміз соны әкеліп береді. Неше түрлі музыкалық аспап. Не керек? Бізді әкеміз бен шешеміз әлемде не бар? Біздің аузымызға тосты, бізге бүкіл нәрсені үйретті. Мен ондай ата-ананы енді кемде кем. Себебі ол мен ата-аналарым туралы ел жақсы біледі. Әлі күнге дейін солы айтып жүреді. Себебі кездесіп қалам, менің әкемнің аты Нұрасыл. Бір рет кездесіп қалып, бір бала Нұрасыл деп, атыңды кім қойды деп едім? Енді бізде кәке дейді, кәкем қойды. Неге қойды деп едім? Бір жыңғылдыда осындай кісі болған екен деп, сол кісіндей болсын деп қойып еді дейді. Ол менің әкем еді. Сондықтан мен соның тәрбиесін көргеннен кейін мен өзімді мақтап аяқ қояйын. Мен солардың көргенімді, ұядан ілгенімді қазір ұрпағыма соны жалғастырып жүрмін. Рахмет. Қазіргі жас буындарға айтар кеңесіңіз қандай? Отбасыларға, ақсақал ретінде, ел ағасы ретінде? Бірінші кезекте біз адам болуымыз керек. Себебі мына дүниеде қараптан қарап ешнәрсе жаратылмайды. Мына тұрған қуыршақты да, мына тұрған фотоаппаратты да бұны жасаушы бар. Әлен мына 18 000 қалам жасаушы кім? Біз кім жаратты мына дүниеге? Біз мына дүниеде келудегі мақсатымыз не? Фотоаппарат жаңағы суретке түсіру керек болатын болса, шаңғы сырғанау үшін керек болатын болса, көзіне көру үшін керек болса, жасады ғой. Бізді де не үшін жасады? Жаратушы иеміз жаратты. Соны біз білуіміз керек.
егер де біз өз мына дүниеге келудегі мақсатымызды білмесек, біз онда мына дүниенің босына келіп босына кеткен боламыз. Себебі аталарымыз келдім қайдан, не істесем пайдам, өлген соң не болам деген сұраққа жауап іздеген. Сондықтан қазіргі әр азаматқа айтарым, сен кімсің? Мына дүниеге не үшін келдің? Мақсатың не? Артында не қалдырмақсың? Соны ойлау керек. Егер оны білмесе, ол мына дүниеде хайуани өмірмен кетеді. Себебі өмірдің мәнінде түсінген жоқ, дымға түсінбестен кетеді. Абай Құнанбаев атамыз айтады: өлсе өлер, табиғат адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес, менімен менікін айырылғанын өлдіріп атты өңкей білмес дейді. Мен дегеніміз жанымыз. Кім жанымен жұмыс жасап жатыр қазір? Кім жанның жағдайын жасап жатыр? Көбінесе біз тәннің жағдайын жасап жатырмыз. Киінеміз әдемі, сырланамыз, боянамыз, көлік мінеміз, ананы аламыз, мына аламыз деп. Ол жандікі. Ал ар жағында біздің рухымыз қайда? Жанымыз қайда? Оның азығы не? Сондықтан егер де сол отбасында түсіністік болатын болса, бірінші адам өзін тану керек. Ал енді оның азығы не дегенге сұраққа өзіңіз жауап берсеңіз. Мысалы ол осы Мауляни Руми деген атамыз бар, Түркияның көнедегі қалып жатқан. Сол айтады: біреудің көңіліне қалып ренжіту, мың қағбаны қиратқаннан жаман дейді. Міне, адамның көңіліне қарап сөйлесу. Жаңа айтқан сияқты мәселе сен де мен де бәріміз біріміз. Тағы да Абай айтады: махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және қақ жолы әділет дейді. Әділетті болу керек. Қақтың жолы Аллаға жол әділеттілік дейді. Сонда адамзаттың бәрін сүй дейді. Сонда отбасындағы мына кикілжің, бір-бірін түсінбеушілік деген нәрсе не? Ол жаңа айтқан сияқты өзінің кім екенін білмейді. Сен ешкімнің ала жібін аттауға болмайды жаңағы. Сондықтан егер де білсе, мен де пендемін, алдымда тұрған әйелім де, бала шағам да оны Алланың жаратқаны. Аталарымыз айтатын еді: мен біреуді ренжітсем, мен Алланы ренжіткенді түсінемін деп. Егер де осының түбінде негізінде осының кім екенін өзін білмесе, мақсатын білмесе, басқа әңгімені айтып қажеті шамалы. Сондықтан бірінші кезекте адам өзін тану керек, қақты тану керек, ары қарай әділетті болу керек. Рахмет аға, осылай отбасыларға, жастарға, өзіңізден кейінгі буынға ақыл кеңесіңізді, өмірлік тәжірибеңізді айтып жатырғаныңызға. Бүгін біз осымен подкастымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.